Сәлеметсіздер ме, құрметті Жанға жылу арнасының тыңдармандары. Бұл әңгімені соңына дейін тыңдап, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар. Таңертең күн әдеттегідей басталды. Үйдің ішінде ыдыс аяқтың сылдыры, терезеден түскен күн сәулесі. Күйеуім асығыс жұмысқа жиналып жүр. «Шәй дайын ба?» деді даусын көтермей. «Дайын», дедім қысқа ғана. Ол телефонын бір қолына ұстап, екінші қолымен нан үзе салып, асығыс тамақтанып алды да есікке қарай беттеді. «Кешке кешігуім мүмкін. Кішкене күтіп қаларсың», деді де шыға берді. Есіктің жабылған дауысын естігеннен кейін үйдің іші тым-тырыс болып қалды. Сол сәтте менің ішімде бір түрлі қуыс пайда болды. Күн сайынғы бір сарынды өмір, бір сөздер, бір әрекеттер жүрегім қысыла берді. Мүмкін мен өзімді жоғалтып алған шығармын, дедім іштей. Осы ойдан кейін күтпеген шешім қабылдадым. Бір күнге жоғалып кетейін бе? Телефонды өшіріп тастадым. Кішкентай сөмкемді алып, пойызға билет алдым да қала сыртына жолға тарттым. Пойыздың терезесінен сыртқа қарадым. Далада өзгеше әдемі көрініс. Әрбір үй, әрбір ағаш, әрбір адам маған мүлдем жаңа әлемдей болды. Күн түске таянғанда шағын қалаға жеттім. Бейтаныс көшелер, тып-тыныш, өзімді басқалардың өмірінде кездейсоқ жүріп қалған кейіпкердей сезіндім. Кафеға кірдім, кофе алдым. Жан-жағымда күліп отырған адамдар. Біреулер әңгімелесіп жатыр, біреулер жұмыс істеп отыр. Ал мен ешкімге керек емес, бейтаныс бір жанмын. Қызық, осы бір ешкімге белгісіз болу сезімі маған еркіндік сыйлайды. Кешке қарай қаланың жағалауына бардым. Күн батуға жақындап қалған. Сол жерде бір қарт әже отыр екен. «Қызым, сенің жүзің мұңды ғой», деді ол. Мен күліп, «Мұңды емес, жай ғана демалып жүрмін», дедім. Әже басын изеді де, «Өмірдің дәмін сезіну үшін кейде жоғалып кетуде дұрыс шығар. Бірақ тым ұзаққа жоғалма. Саған біреу күліп қараса да жетеді ғой», деді жұмсақ дауыспен. Содан кейін жаңағы әже бір елес сияқты жоқ болып кетті. Бірақ оның сөзі жүрегіме тиді. Шынында да мені қазір іздеп күтіп отырған адам бар ғой, деген ой келді. Түн ортасында үйге оралдым. Есіктің алдында күйеуім тұр екен. Қолы қалтасында, көзі алаңдаулы. «Қайда жүрсің?» деді ол сыбырлап қана. Даусында ашу жоқ, тек алаң бар. Мен үнсіз тұрып қалдым. Бір күнге жоғалып кеткім келді, өзімді табуым үшін, дедім ақырын ғана. Ол ұзақ қарады да терең дем алды. «Енді олай жасамашы. Сен өзіңді тапсаң, менен алыстамашы. Сен маған керексің», деді құшақтап. Сол сәтте мен түсіндім. Кейде бір күнге жоғалу өзіңді ғана емес, қасыңдағы адамды да қайта бағалауға үйретеді екен. Егер әңгімені соңына дейін тыңдасаңыз, ұнап жатса лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын.